балабақшаға барғаннан бастап ауыршандық бола бастады. Али ол 2 жасында бір іші қату басталды. Үлкен дәретке отыру өте қиын болды. Сәлеметсіз бе? Мен Өскемен қаласының тұрғынымын. Атым Құралай болады. 2 тамаша балам бар. Қызым Жәния, ұлым Али. Қызым 3 жасынан бастап балабақшаға бара бастады. Кейіннен балабақшаға барғаннан бастап ауыршандық бола бастады. Сондықтан интернет желісінен мен Дора Марин туралы көрдім. Барлық отзывтардың бәрін оқып шықтым, таныстым, қандай көмегі болатынын білдім. Кейіннен тапсырыс беруге бел будым. Тапсырыс беріп, ең алғаш 4 банк, бір курсын 4 банкіге заказ берілдім. Заказ тез 2 күнде келіп қойды. Содан біз қабылдай бастадық. Бір банкінің бітпей, бір жартысына жеткенде уже нәтижесі көре бастадық. Баланың иммунитеті көтерілді. Ауыршандығы басылды. Тәбеті ашылды ең бастысы. Үйде, балабақшада жақсы тамақ ішетін болды. Көңіл-күйі жақсы болды. Ұйықтауы тыныш болды. Тағы да қандай әсерлер болды. Сол көбінде сол иммунитет жағы жақсарды. Сол байқаған. Али ол 2 жасында іші қату басталды. Үлкен дәретке отыру өте қиын болды. Содан Дора Мариннің бір әсері туралы оқыдым. Қандай жағдайда жақсы әсері береді. Сол жағынан бір іші қатуға да көмектесетінін көрдім. Содан оған да тағы бір курс заказ бердік. Арнайы кішкентай ұлым үшін. Ол іше бастады. Сразу бірақ ішкенде бір 2 жұмадан кейін қойдым. Әсері сразу белгілі болды. Шауырғаны басылды. Тоже иммунитет көтерілді. Тоже ұйықтауы жақсы болды. Барлық әсерлері жақсы болды. Қызымда қандай әсер болды, сондай әсер бәрі болды. Интернетте негізі мен былай болды. Бір дәріні іздеп отырған болатын. Қай аптекадан деп. И реклама шықты. Дора Марин. Соң қызық көріп бір рекламадан қарадым да. Таныс белгі жүргізуші бар ғой, Аша Матай. Соның болған сонымен бірге түскен рекламаны көріп алдым да, соң қызығып қарадым. Содан кейін қызығып ары қарай бастадым өзіме. Әсерлері қалай болады, шынымен жақсы ма. Содан кейін отзывтардың бәрін қарап шықтым. Сол кісінің өзінің семьясымен түскен қызымен бірге түскен роликтарын бәрін қарап. Содан именно сол Дора Маринді заказ беруге бел будым. Кішкентай балалар бар туыстарыма сондай қиналып жүрген проблемаларын көрдім. Тоже іші қату сияқты, ауыршандық сияқты. Оларға да сол кеңесімді берген болатым Дора Марин туралы. Особо осы рахметімді айтқым келеді. Жұма сайын звондап тұрды. Әсері қандай болды? Қабылдап жатсыздар ма? Баланың қабылдауы қалай болды дейді. Яғни дәміне қандай болды? Охотын ашты ма, жоқ па, бәрін сұрап отырды. Әсері болды ма? Көп рахмет. Дора Маринді балаларыма бердім, нәтижесін көрдім. Дора Маринді ішуге сіздерге кеңес беремін. Үлкен рахмет Дора Марин ұйымына.
болсын.